Vocabulary News 28-ші юнит. Бүгінгі тақырып бізде birth, marriage and death. Birth деген туылу, marriage деген үйлену, death деген өлім, то есть адамның өмірі. Birth, адам туылған кезде мынандай сөздер қолданылады. Diana had a baby yesterday. Диана бала туды кеше. Had a baby, ол бала туу, балалы болу. Was born, туылды мына уақытта. Was born, ол туылды мына уақытта. Weigh деген weighed 3 килограмм, то есть салмағы осындай болды деген сөз. Call him, call деген бізде называть, атау беру, ат беру. Birthday деген білесіңдер, туған күн. He was born, ол туылды. Were born, олар туылды. Да? Енді marriage, үйленген кезде қандай сөздер қолданылады? Single деген ол бізде бойдақ. Married, үйленген. Widowed деген ол күйеуі немесе әйелі қайтыс болған адам. Widowed. Separated деген олар екеуі бөлек тұрады, бірге тұрмайды деген сөз. Divorce деген олар официально разведенный. Официально ажырасқан деген сөз. Separated официально ажыраспаған, просто екеуі отдельно тұрады, бөлек тұрады. Divorce деген официально ажырасып, екеуі полностью бірге тұрмайды деген сөз. Wedding деген үйлену тойы. Bride деген, bride бізде келін, да? Groom бізде күйеу бала. Келесі, got married немесе get married ол үйлену. Church дейді. Church деген шіркеу, церковь, христиандар сояқта үйленеді. Honeymoon деген балайы. Олар андай традиция бар, үйленгеннен кейін бір айға бір жерге демалуға барады. Сол honeymoon деген. Were married, үйленген еді. Келесі, death, өлім болса қандай болады? Мынандай сөздер қолданылады. Become ill, ауырып қалу. Died, қайтыс болу. Dead, уже өлі болу, өлген. Bill is dead, Bill қайтыс болды. Funeral деген бізде ол жаңағы похороны. Бізде қазақтарда жаназа дейді. Хорошо, осыларды жазып алыңдар. Келесі, мына жерде бізде мынандай сөздер бар. Тапсырмаларды көрейік. Мына жерде да. Born and died. Born and when did they die? Қашан туылды? Қашан қайтыс болды? Christopher Columbus 1451-де туылды, 1506-да қайтыс болды. Christopher Columbus was born in 1940 and died in 56. Так, мына жерде бізде былай жазақ қысқаша. Born in. Elvis Presley was born in 1935 and died in 1977. Дәл осы сөйлем сияқты мына жерге атын жазасыңдар. Was born туылды, мынаны жазасыңдар, өзгермейді, мынау да өзгермейді. Мына жерге жаңа бірінші жыл жазасыңдар, қашан жылы туылды, died және қайтыс болды, мына жылы. Осы сөйлемдерді жазып көріңдер. Чингис хан, Леонардо да Винчи, Джордж Вашингтон. Қатты қиын емес. Келесі. Fill in the blanks. Died, dead, death. 3 сөз. Died қайтыс болды, dead қайтыс болған, death өлім. Died деген етістік, ол өткен шақта. Dead деген қайтыс болған деген сөз. Ол бізде сын есім, adjective. Death деген бізде зат есім, өлім. Jill's grandfather, Jillдің атасы, last year, өткен жылы қайтыс болды, died. Етістік болады. His, оның, was a great shock to her. Үлкен шок болды оған, оның өлімі. His death. Her grandmother has been, оның әжесі болды, for 5 years now, 5 жыл қазір. Қандай болды? Сын-есім, dead. Келесі, she of a heart attack.
жүрек ауруынан. Died, етістік. Now all Jill's grandparents are. Қазір Jill'дің барлық атасы мен әжесі қандай? Сын есім dead. Келесі. Opposite, which means нәрде не берілген? Түсіндірме берілген сөзді жазу керек. Name for a woman on her wedding day. Әйел wedding day, той күнінде қалай аталады? Үйленіп жатқан әйелдің аты bride. Ағылшынша. The name for a man in his wedding day. Man on a wedding day. Үйленетін күні ер адамды үйленіп жатқан атайды groom. What you are if you haven't got a partner. Егер сенде партнер болмаса, значит сен бойдақсың, single. To be x kilograms. Мынанша килограмм салмақ болу, weigh. What you are if your marriage is legally ended. Legally, законна да, заң жүзінде бітсе сенің үйленгенің, онда сен ажырасқан, divorced. Келесі, religious service for dead person. Қайтыс болған адамға религиозный процедура. Похороны, funeral. A holiday after a wedding. Тойдан кейінгі демалыс. Балайы, honeymoon. Медовый месяц. What you are if your husband wife dies. Егер сенің күйеуің немесе әйелің қайтыс болса, значит сен widowed. Келесі. Немесе widow, просто widow десе де болады. Fill in the gaps, мына сөздерді қою керек. Anne got married, 93 жылы, in 93, married, кімге? Married to Robert Smith. Rosemary Smith died old age after the wedding. Олардың тойларынан кейін. Died of. Осы үшін. Осыдан қайтыс болды. Robert and Anne were their honeymoon. Олардың бал айында еді. On their honeymoon. Сосын Anne's baby daughter was Аннаның бөпесі 2 years later, 2 жылдан кейін туылды. Born. Сосын they called baby Rosemary, баланы Rosemary деп айтты. Роберттің әжесінің атын қойды. Әжесінің құрметіне, to. Так, бүгінгі сөздер осылар жазып алдар, келесі сабақта көріскенше.